bağlamasını aşağımız. Hangi toptan başlayalım? Birinci top. Bir tek koy. Flayema ösümlüklері қандай ұлпалар түріне жатады? Flayema ösümlüklері бөліп шығару және өткізгіш ұлпалар түріне жатады. Жарайсың тамашая. Qo'shib ketib o'tiramiz. Kelasi ikkinchi top janna kelamiz. Tinish, endi тасымалдануына әсері қандай? Температура факторы ретінде кез келген тірі жасушалардың іс-қимылдарына температура әсер етіп тұрады. Жасушалардың мысалға біреуінің қарқындылығы жоғары болса, ол температурасы да жоғары болады, қарқындылығы төмен болса, температурасы да төмен болады. яғни заттардың тасымалдануына температураның маңызы зор. Жарайсың. Qo'shib ketib qo'yamiz. Kelasi birinchi topda кезектесіп шығайық бұл жоққа сыйлау. Жарық флайема бойынша тасымалға қалай әсер етеді? Жарық флайема бойынша тасымалға жанама әсер етеді. Ол жарық болмаса фотосинтез өзгерісті болмайды. Жарықталу қарқындылығы флайема бойынша органикалық заттардың түзуі жылдамдығы күшейеді. Заттар тасымалданып күшейеді. Дұрыс, жарайсың. Келесі. Қай топтың кезегі еді? Екінші топқа келе ғой балауса. Заттардың флайема арқылы тасымалдануына не бөлінеді? Заттар флайема бойынша АТФ-ті жұмсап жүргізеді. Дұрыс, энергия бөлінеді АТФ, иә? Жақсы, келесі кім шығады? Келе ойындар. Маржан келе ғой. Қандай сұрақ? Заттар тасымалы дегеніміз не? Заттар. Заттар тасымалы дегеніміз көлік заттардың астанаға жеткізілуі. Дұрыс. Келесі, қанша сұрақ қалды бізде? Диана, келе ғой. Жалпы жұмысына бәріміз белсенді қатысады. Жеңіл сабақ. Мюнх теориясы 20-шы ғасырдың 30-шы жылдарында Мюнх тұжырымдап ашқан. Ол кезде флайема бойынша жылжитын қан концентрациясы түрлі қысымына бағынады деген тұжырым жасайды. Осы гипотеза үшін ол көрнекі моделін жасайды. Яғни, дұрыс қарайсың, заттар тасымалы кезінде энергия бөлініп неге әсер етеді? Қысымға әсер етеді, иә балалар? Бар ма әлі? Кәдімгі шығады, ақжол келе ғой. Қандай сұрақ? Айта болып жүрейін. Флайема арқылы заттардың тасымалдануына қандай факторлар әсер етеді? Жарық, температура, ылғалдылық. Жарайсың. Жақсы, өте. Так, келесі. Қайсар келе ғой. Жігіттер де белсенді болайық. Анаэробты және аэробты тынысалу дегенде. Анаэробты оттегі тынысалу. Анаэробты Оттегі тынысалу. оттегі жеткіліксіз орта, иә? Ал аэробта оттегті Орта. Дұрыс. Таза оттегі жететін ортада тынысалу. Жақсы, Айсар. Келе ғой ұлдана. Екі сұрақ қалып тұр. Тыныс алу қандай процесс? Тыныс алу газ алмасу процесіне жатады. Біз оттегіні жұтып, көмірқышқыл газын шығарады. Ал өсімдіктер көмірқышқыл газын жұтып, оттегті бөліп шығарады. Яғни фотосинтез болады, иә, ол өсімдіктерде. Күн энергиясы арқылы жарайсың ұлдана. Қан қалды ма? Иә, кім шығарды? Келе ғой ұлдана. Дәулет. Жасуша терісінің заттар тасымалы кезінде ылғалдылықтың әсері қандай? Ылғалдылық флайема бойынша зат тасымалына әсер етеді. Ылғалдылық
ATF энергиясы жақсы. Яғни енді бүгінгі сабағымыз аэробты және анаэробты тыныс алу. Ең бірінші тыныс алу дегеніміз газ алмасу процесі. Қаныққан оттегіні біз жұту арқылы өзіміздің ағзамызды тыныс алдырып, көміршіл газын сыртқа шығарамыз. Ол адамда да, жануарда да, өсімдіктерде де тән құбылыс. Тыныс алу құбылысына байланысты анаэробты және аэробты тыныс алудың мен сендерге кішкене видео дайындап келген. Бәріміз осы видеоны тамашалайық. Одан кейін бүгінгі сабақты не аламыз? Бастаймыз. Сабағы бүгін біз сіздермен жаңа бөлімді бастаймыз. Бөлім тыныс алу. Сабақтың тақырыбы анаэробты және аэробты тыныс алу. Сабақтың мақсаты тыныс алу реакциясының химиялық теңдеуін пайдалана отырып, анаэробты және аэробты тыныс алуды салыстыру. Мен сіздерге мынадай сұрақ қойғым келіп отыр. Қандай ағзалар аэробты, ал қайсысы анаэробты деп аталады? Неге дейді? Балалар, қандай ағзалар аэробты тыныс алады? Қандай ағза анаэробты тыныс алады? Неге? Как кішкене айтыңызшы? Жаңа айтып қан? Құлдана. Анаэробты тыныс алуға теңіз түбіндегі балықтар, балдырлар жатады. Себебі ол жерде қысым жоғары, ал өте жеткіліксіз болғандықтан олар аэробты тыныс алады. Анаэробты. Ал Диана, аэробты тыныс алатын ағзаларды айтыңызшы? Аэробты тыныс алатын ағзалар, оларға жануарлар, адамдар жатады. Ол жер аэробты тыныс алу кезінде оттекті жеткілікті болады. Сол себептен адамдар, жануарлар, Өсімдіктер де жатады. өсімдіктер аэробты тыныс алуға жатады. Дұрыс, жақсы, жарайсың. Ағай. Айнала және энергияның бөлінуіне әкеледі. Мысалы, глюкоза көмірқышқыл газы мен суды алдырады. Көптеген өсімдіктер мен жануарлар аэробты тынысқа ие. Тыныс алу барлық тірі жасушаларда митохондрия арқылы жүзеге асады. Аэробты тыныс алудың бірінші сатысы бұл 6 көміртектегі глюкоза молекуласының 3 көміртекті пирожүзім қышқылының молекуласына айналуы. Гликолиз деп аталатын бұл үрдіс жасуша цитоплазмасында оттегінің қатысуынсыз жүреді. Сондықтан ол аэробты және анаэробты ағзалардың барлығына тән. Гликолиз нәтижесінде түзілген пируват молекулалары митохондрияға еніп, А-ацетилка ферментіне айналады. Бұл байланыс Кребс цикліндегі 2 көміртекті молекулаларды көрсетеді. Кребс циклы митохондриядан өтеді. Нәтижесінде көмірқышқыл газы АТФ және
жоғары ортада тіршілік етіп дамый алатын организмдер. Аэробтық организмдерге барлық өсімдіктер, көптеген қарапайымдылар және көп клеткалы жануарлар, саңырауқұлақтар мен микроорганизмдер жатады. Оттектің қатысуымен жүретін бұл биологиялық процесс аэробиоз деп аталады. Аэробтық организмдер өз организміне енген тотығуына болған энергияны пайдаланады. Энергия пайдаланады. Келесі. Аэробты тыныс алу үшін энергияның молекуласы АТФ түзілуі үшін оттегі қажет. Мұндағы анаэробты тыныс электронды тасымалдау тізбегіне қолданып отырып, АТФ синтезіндегі оттегінен басқа биографикалық молекулалар болады. Жарайсың. Көрдіңдер ме балалар? Аэробты тыныс алуына не жұмсалады деп тұр? АТФ энергиясы. Аэробты тыныс алу жүйесіне анықтамаға сәйкес, аэробты тыныс алу бұл организмдердің жасушаларында болатын оттегіне қатысуымен тағамды жағу арқылы АТФ түзетін оқиғалар жиынтығы. Келесі, қайсы? Жалпы бұл бірінші топ аэробты тыныс алуды жазып шықты, иә? Анаэробты және аэробты тыныс алу эволюция барысында ендірде пайда болған жоқ. Бірінші реттік оттексіз атмосферада оттек пайдаланатын вирус аэробты тыныс алу қалыптаспады. Яғни балалар осы жерде бірінші қандай процесс қалыптасқан тыныс алудың? Анаэробты оттексіз ортада, оттегі жеткіліксіз ортада тыныс алған, иә? Одан кейін аэробты тыныс алу мен анаэробты тыныс алудың айырмашылығы неде? Оттек аэробты тыныс алуға қатысады, бірақ анаэробты емес. Аэробты тыныс алу кезінде энергия шығындалуы анаэробты тыныс алуға қарағанда әлдеқайда жоғары болады. Ағзалар арасында аэробты тыныс алу анаэробты тыныс алуға қарағанда жиі кездеседі. ой, жарайсыңдар балалар. Жалпы аэробты тыныс алу туралы, ерекшеліктері туралы балалар шығаны. Бірінші топ қалай не болды? Барлығы дұрыс дейді. Керемет, жарайсыңдар. Қазір балалар отырамыз. Екінші топ келе ойындар. Екінші топты қарап отырамыз. Бұлар қандай кітаптар шыққандар? Кітабымызды беріңіз мақталай. Так, бастаймыз. Ақжолман. Авторы Асылхан Маржан. Ой, жарайсың. Құрастырған Қалқаман Жанна. Компьютерден теріп шығарушы Әбдіназар Абдул. Редактор Нұржан Гүлдана. Компьютерден редактор Құдайберген Абдул. Техникалық редактор Азимхан Наурыз. Кітабым жақсы құртты. Үлкен редакторлар. Тыныс алу анаэробты және аэробты тыныс алу. Анаэробтар оттексіз ортада өсіп-өніп тіршілік ететін организмдер. 1861 жылы Пастер май қышқылын ашытатын бактерияны тапқаннан кейін анаэробты организмдер терминін қолдануға енгізген. Анаэробты организмдер негізінен прокариотты организмдер арасында кең таралған. Ал эукариотты организмдер арасында ашытқы саңырауқұлақтарында буын аяқтылардың ішігінде өмір сүретін қарапайымдыларда, ал көп клеткаларды организмдер ішінде ішек паразиттерінде кездеседі. Балалар осы жерде айтып Гүлдана жақсы мәлімет жазған, иә? Яғни анаэробты тыныс алатын бірінші қандай ағзаларда дамыған деді? Прокариоттарда, иә? Олар нелер прокариоттар? Дұрыс айтасыздар, өсімдіктер. Атомдық түрінде энергия алмасудың барлық кезеңдерінде тек пайдалы энергияның бір бөлігі ғана глюкоза 5% толықтыра фосфорлану 35-40% жазылатынын есте ұстау қажет. Энергияның қалған бөлігі жылу түрінде таралып кетеді. Тыныс алу үдерістері немесе биологиялық тотығу сондай-ақ жанудың соңғы нәтижесі бойынша ұқсас, алайда энергия жинақтауы өзгеше болады. Келесіз балалар. Анаэробты тыныс алуға осы оттек жоқ ортада тіршілік етуге бейімделген, ал аэробты тыныс алуға оттекті пайдаланатын организмдерге тән тыныс алу типі. Тыныс алу типі жатады. Анаэробты тыныс алу дегеніміз не? Тыныс алу энергия
энергия алу үшін маңызды, алайда әлемнің барлық жерлерінде оттегі жоқ және бұл организмдердің осындай ортада өмір сүру үшін әртүрлі әдістерге бейімделуі талап етеді. Анаэробты тыныс алу бұл басқа химиялық заттарды қолдана отырып органикалық материалдан энергия алудың бір әдісі сульфат немесе нитрат қосылыстардың процестегі соңғы электронды акцептор ретінде. Анаэробты және аэробты тыныс алу эволюция барысында бір мезгілде пайда болған жоқ. Бірінші рет бұл тез атмосферада өте пайдаланылатын үдеріс аэробты тыныс алу қалыптасты. Жарайсыңдар. Балалар, енді біз екінші топты 5 бармақ әдісімен бағалайық. Шыққаны тамаша, керемет, лайк басқан. Екінші топта кітабына бәріміз лайк па? Ой, керемет, жарайсыңдар балалар. Отыра қойыңдар. Келесі балалар, бүгінгі сабақта сендерге мен жеке жұмыс бұл. Жеке жұмыс сәйкестендіру. Балалар, сәйкестендіру, мен сендерге сәйкестендіру тестін таратып беремін. Как сәйкестендіру тестін орындаймыз? Аты жөнімізді жазып, сәйкестендіру тестін жазып шығайықшы. Алыңдар. Орындаймыз сәйкестендіру тестін. Білеміз ғой, дұрыс жауабын бір-біріне сәйкестендіреміз. Одан кейін балалар жеке-жеке орындағаннан кейін шынжыр әдісі арқылы не қыламыз? Шынжыр әдісі арқылы тексеріп шығамыз. Асықпай орындаймыз. Жақан белсенді орындаймыз. Бүгін қиын сабақ емес. Болған кезде белгі бересіңдер, мақман. Сәйкестендіру тест. Әр топтан екі оқушыдан шығып, тақтаға дұрыс жауабын жазамыз. Болдыңдар ма? Болсаңдар кәп. Ал енді бір-бірімізге айналдырайықшы сағатымен шынжыр әдісі арқылы. Кезектесіп береміз. Былай айналдырасың. Тексереміз. Тексеріңдер. Астына дұрысы қанша қателескені болса, оны жазып қоямыз. Қайсар, жазамыз? Тексерсек?
bilesіңдер. Жақтап аламыз балалар аэробты тыныс алу, анаэробты тыныс алу деген не. Олды дәптерге жазып, үлгірсіңдер жатты. Ол. Енді бері қараймыз балалар. Бүгінгі біз сабағымызда аэробты және анаэробты тыныс алу не екендігі және олардың химиялық теңдеуін пайдалана отырып, не қылуымыз керек еді? Ажыратуымыз керек айырмашылықтарын. Енді екі топ аэробты және анаэробты тыныс алудың химиялық формулаларын жазып түсіндірейікші. Қай топ шығады? Қазір бірінші мына топ шықсын, сен одан келесің сен, қараймыз. Ақжол қараймыз не? Формуланы дұрыс жазар ма? Құрамында не бар? Не бөлінеді? Аэробты және анаэробты тыныс алу химиялық формулалары, иә? Теңдеулерді пайдалана отырып, айырмашылықтарын және ұқсастықтарын салыстырамыз. СО2 дегенде от тегіні, көмір тегімен бірдей қылып жазамыз, ал нұр химиядан да өттік қой біз оны, иә? Күліп қалады ғой, оны кішкентай қылып жазып қойыпсың. Қараймыз қайсар? Қана? Дұрыс жазғанмын балалар? Қосағымызды айтамыз, отырып алмаймыз. Химиялық теңдеуді пайдаланып аэробты тыныс алу дейді. Дұрыс па? Кел Гүлдана, толықтырғың келіп отыр ма? Келе ғой. Шетке тұрайықшы болдағын, қолмен өшірмейміз. Шетке тұрамыз. Қазір балалар, химиялық теңдеуді дұрыс жазды ма? Кімнің қосары бар? Бірінші топ болып сендер де қоссаңдар. Кел, Маржан, өздері қоса деген. Астына жазайықшы дұрыс формуланы. Аңғы қараймыз. Үй жұмысында міндетті түрде осы химиялық теңдеуді не қыламыз? Дәптерге жазып жаттап аламыз. Не бөлінеді одан кейін тағы? Ашық одан кейін не бөлінеді? Ұмытпаймыз. Энергия бөлінеді. АТФ. Ал, не бар? Бізде глюкоза мен Қазір тұрам. Шетке тұрып. Араса шетке тұрып. Балаларға Бізде бар. глюкоза мен оттекті қосқан кезде көмірқышқыл газы, су және 36 атом энергиясы бөлініп шығады. Тыныс алудың қай түрі бұл? Аэробты тыныс алу. Дұрыс па? Диана, дұрыс па реакция теңдеу? Дұрыс. Қан, қошеметтейміз. Қай дұрыс емесің? Кел, сөйлеші. Қай жерде дұрыс емес? Көмірдегі 6. Өйткені глюкоза 6 оксиді ғой бұл. Жарайсың Гүлдәурен. Қан, қошеметтеп қояйық. Бұлар бұл екінші топ аэробты тыныс алуды жазды, иә? Енді екінші топ келе ғой Диана. Өшіреміз. Тақтаны өшіріп. Қайсысын жазамыз біз? Анаэроб. Біз анаэробты тыныс алуды жазамыз. Қарап отырамыз. Біз де толықтырайық. Гүлдәурен толықтырып қой. Анаэробты тыныс алу. Сәл кетпей ма? Көріне алмай қоясыз. Көріне ма? Қазір.
Қараймыз. Найха, айтшы, құрамында не бар? Анаэробты тыныс алу кезінде құрамында глюкоза, Глюкозаның қанша оксиді? Глюкоза 6 оксиді. және де көміртегі, су, оттегі болады. Және де бұл анаэробта тыныс алу кезінде оттегі жеткіліксіз болғандықтан 2 АТФ энергиясы бөлінеді. Осы ше, дұрыс 2 АТФ энергиясы бөлінеді, яғни оттегі жеткіліксіз отыра ғой, жарайсың. Балалар қараңдар, оттегі жеткіліксіз болғандықтан бұл жерде бізде не бөлінеді? Энергия аз бөлінеді, яғни біз химияда өттік қой. Глюкоза 6 оксиді неге ыдырап айырылу реакциясы арқылы көміртегі қышқылдардың көміртегі қышқылы мен көміртегі оксиді, бұл құбылыс қандай құбылыс деп аталады деді бағана видеода. Дүндасада көрсетті ғой. Глюкозаның қатысымен, глюкоза 6 оксиді көміртегі 3 оксидіне дейін пирожизм қышқылдарының орнын басып ыдырайтын болса, бұл қандай құбылыс? Гликогез құбылысы деп аталған. Дәптерді ашып қағыдан сәйкестендіру нүктесінің астына аэробты және анаэробты тыныс алудың несін жазамыз? Химиялық теңдеулерін жазып қояш. Жазып қоямыз, химиялық теңдеулерін жазамыз. Химиялық теңдеуін жазып қоямыз. Химиялық теңдеуін жазып қоямыз. Осыны дереу белгілеңдер. Химиялық теңдеуін жазамыз. Жазып қойдыңдар ма? Енді қараймыз балалар, аэробты тыныс алудың не екендігін, анаэробты тыныс алудың не екендігін білдік, енді ұқсастығы және айырмашылығы. Кішкене қорытынды мақсатында, бүгінгі сабақты пысықтау мақсатында толықтырып өз ойымызды айтып жіберейікші бір-бірімізге. Тез-тез. Ұқсастығы Орнымыздан тұр, Маржан. ұқсастығы деген анаэробты және аэробты тыныс алудың ұқсастығы екеуі де оттекпен тыныс алады. Бірақ та анаэробты тыныс алу кезінде ортада жеткіліксіз болады. Дұрыс, жеткіліксіз болып қалады. Екінші ұқсастығы бар ма? Екеуіне де АТФ энергиясы Дұрыс. Энергия жұмсалады. бірақ оныкі анаэробтікі 2 АТФ болса, аэробтікі 36 АТФ. Дұрыс. Ұқсастығы айырмашылығы. Жарайсыңдар. Натоптан, қосарлар бар ма бірінші топ? Аэробты және анаэробты тыныс алудың. Анаэробты және аэробты тыныс алудың кезде бұлшықеттің қажу үдерісі жүреді. Дұрыс айтты. Бұлшықеттің қажу үдерісі неге байланысты жүріп жатыр? Митохондрияда не жұмсалып бізде? Дұрыс, энергия жұмсалып. Тағы қосарыңыз бар ма? Қандай ұқсас айырмашылығы бар? Қосарыңыз бар ма? Аэробты және анаэробты тыныс алудың ұқсастықтары дегенде. Яғни балалар, ең бірінші екеуінде де тыныс алу процесі, бірақ аэробты кезде оттегі жұмсалады, анаэробты кезде оттегі жеткіліксіз болып қалады. Екіншіден екеуінде де митохондрияда не жұмсалады? Энергия АТФ бөлінеді, бірақ аэробты тыныс алу кезінде 2 есе энергия жұмсалса, анаэробты тыныс алу кезде аз ғана мөлшерде энергия жұмсалады. Үшінші, бұлшықеттің қажуы болады. Яғни бүгінгі сабақты қорытындылай келгенде аэробты және анаэробты тыныс алу барлық тірі организмдерге тән құбылыс, бірақ өте сирек кездесетін тыныс алу түрі қандай? Анаэробты. Себебі біз бәріміз қалай тыныс аламыз? Аэробты. Дұрыс айтасыз Мұхтархан, оттекпен тыныс аламыз дейді. Енді балалар, бүгін бір-бірімізді кішкене кері байланыс беріп жіберейікші.
шығарылды. Және де кім ақжолда белсенді қатысып, кітапты таныстырып отты. Барлығы бір атсалысып отты. Жарайсың, Аралы. Қайсар, бағалап жүрейші. Бұл топта Маржан жақсы қатысты, жұмыланып да жақсы түсіндірді. Баласа да жақсы қатысты, кітапты Редактор, иә? жақсы қатысты. Жарайсың, Аралы. Балалар, бүгін аэробты және анаэробты тыныс алу, жалпы тыныс алу бөлімі жаңа тарау бізге түсінікті ма? Түсінікті, иә? Енді үйге, үй жұмысына жазып аламыз. Аэробты және анаэробты тыныс алуды оқимыз. Дәптерге жазылған химиялық реакция теңдеулерін жаттап келеміз. Одан кейін айырмашылығы мен ұқсастығын Вен диаграммасы бойынша не қыламыз? Салыстырамыз. Иә? Салыстырамыз. Мен сендердің дәптерлеріңді көріп жіберейін, балалар. Жазылды ма бүгін? Жазбай қалған жоқсыңдар ма? Аэробты және анаэробты тыныс алуды кім жазбай қалады? Мен барлығын жазуларыңыз керек, өйткені балалар дәптерді ұқыпты, сауатты жазуыңыз керек. Ой, жарайсың, Ақжол.